Мынау Армения Республикасы алып келген көліктерге қатысты біздің облыста негізі ішкі істер министрлігінің жаңағы нұсқауына сәйкес, тиісті тізіміне сәйкес бізде 321 көлік тіркеуі тиіс еді. Қазіргі жағдайда бізде 200-ден астам көлік тіркеліп отыр. Бұдан бөлек біздің облыс тұрғындары басқа өңірлерге барып, жаңағы тиісті мекен-жай ауыстырып тіркеген көліктер де бар. Бұдан бөлек жаңағы жарамсыз қалған көліктер бар, немесе алдын мемлекет тіркеу бөлімі бар. Қазіргі жағдайда бізде облыста 70-ден астам көлік тіркелмей тұр қазір. Кейбір азаматтар әлі мынау 140-ге дейін уақыт бар дейді. Немесе кейбір азаматтар сатып жіберуге таппай жатырмыз дейді. Немесе басыға тіркемеуге жаңағы әрекет жасағандар бар. Осымен азаматтардың бәріне түсіндіру жұмыстарым келеді. Алып келген көліктің бәрін азаматтар кімде екенін білеміз. Ертеңгі күні тиісті сенім қатысып басқа да бір полиция айдап бір жерде бір сол көліктер егер де бір жол көлік жасап жатса, ауыр болса, біз мынау бірден осы анау айдап жүрген көлік иесі емес, қазіргі мынау Армениядан келген көлік иесімен іздейміз ол көліктің бәрін. Сол үшін азаматтарға мен айтарым, осы көліктерін ертерек тауып, өздерінің аттарына тіркеп, ары қарай жаңағы айдап жүрген қазіргі мынау нақты иесіне, көліктерін сатып жүрген иесіне, соларға сенімхат немесе міндеттеме беріп, нотариус арқылы өздерінің жаңағы ауыртпалықты ала алады жағы. Ертеңгі күні кез келген мынау салық берешектер болады, немесе айыппұл болған кезде, бұл кісілер жаңағы тиісті салық органдарынан, полиция органдарына менің иелігімде емес деп, жаңағы сенімхат немесе басқа да құжаттар көрсетіп, өзінің атынан шығарылады жаңағы. Қиыншылығы жоқ, жаңағы тиісті 12 мың теңге құжат ақшасы төлейді. Жаңағы Армения Республикасына тиісті техникалық құжатты аударады, жаңағы нотариус арқылы. Басқа ешқандай не жоқ. Ары қарай сатып алған азаматтарға сенімхатын беріп, ары қарай өзінің ауыртпалығынан құтылады жаңағы.